Майлар организм үшін неге маңызды? Студенттер, бүгін біз майлардың организм үшін маңыздылығын талқылаймыз. Майлар глицерин мен май қышқылдарынан тұратын қосылыстар. Олар жасушаларда және энергия көзін алады. Көпшілік майларды жау деп санаса да, олардың кейбір түрлері ғана зиянды. Майлардың энергетикалық, қорғаныш және тасымалдаушы қызметтері бар. Олар витаминдерді тасымалдап, гормондардың иммундық жүйенің жұмысын жақсартады және суды сақтауға көмектеседі. Майлар ашығу кезінде энергия көзі ретінде қызмет етеді. Майлар қанттан, қатпаған және транс майлар болып бөлінеді. Қантты майлар көп мөлшерде ал қатпаған транс майлар тағам өндірісінде қолданылады, бірақ денсаулыққа зиян келтіре алмайды. Дұрыс тамақтану үшін майлардың түрі